Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге тауық етінен кәуап пісіреміз. Тауық етінің сыртындағы майлы терісі күсірлек болып, ал ішіндегі ет сочный болып піседі. Ең алдымен тауық еттерін бөліп, керексіз бөліктерін алып тастаймыз. Содан соң үлкендеу ыдысқа етті салып, мариновка жасаймыз. Ең алдымен кориандр, паприка және қара бұрышты бірнеше бөліктерге бөліп араластырамыз. Содан соң майонез бен томатный соус салып араластырамыз. Үстіне туралған пияз бөліктерін салып, газдалған су құямыз. Газдалған су еттің жұмсақ болып пісуі үшін қажет. Ескере кететін жағдай тұз салмаңыз. Себебі майонездің құрамында тұз бар, және ол етке ерекше дәм береді. Егер тұз салсаңыз, ет қатты болып қалады. Газдалған суды құйып араластырып болған соң, ыдыстың бетін жауып, 2 сағатқа қойып қоямыз. 1,5 сағат уақыт өткен соң, мангалға отын жағып бастаймыз. От шоққа айналғанша біз уксусты су дайындайық. Ол үшін ыдысқа су құйып, пияз бен сарымсақ саламыз. Кориандр, қара бұрыш, укроп, қант, тұз және уксус салып араластырамыз. Дайын болған уксусты суды қақпағы тесуге келетін бөтелкеге құямыз. Міне, біздің шоғымыз дайын бола бастады. 2 сағат уақыт өткен соң, дайын болған етімізді шампурға өткіземіз. Біздің шоғымыз да дайын болып қалды. Енді етті 30-40 минут бойы шоққа қақтап пісіреміз. Ет шоққа қақталып жатқанда, арасында уксусты су құйып тұруды ұмытпаңыздар. Мариновка кезінде тұз салмасаңыз да, осы уксусты судың ішінде тұз болады. Сол уксусты судың ішіндегі тұз еттің дәмін кіргізеді. Міне, біздің кәуабымыз да пісті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.